Сәлем достар, сіздермен Ақбота. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын пицца дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына өте сенімдімін. Начинкасын қалауларыңызша өздеріңіз таңдасаңыздар болады. Мен осылай колбасамен дайындадым, себебі менің балаларыма осылай ұнайды. Ең алдымен қамырын дайындап болатын боламыз. Ол үшін бізге ұн, тұз, дрожжи қажет болады. Біз оларды жақсылап араластырып аламыз. Үстіне оливковый масло құйып, оның үстіне жылы суымызды құйып, араластырып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Дайын болған қамырдың үстіне біз оливковый масло құйып, тағы да жақсылап қайтарып, жұмсақ етіп илеп аламыз. Оның үстіне тряпочкамен, болмаса полотенцемен осылай жауып қоятын боламыз. Ал енді соус дайындаймыз. Кетчуп, майонез, чеснок және оливковый маслоны қосып, томатный паста қосып, араластырып дайындап қоямыз. Біздің соусымыз дайын. Начинкаға сырды күштен өткіздім. Колбасаны дөңгелектеп турап шықтым. Біздің қамырымыз дайын болды. Духовканы 250 градусқа ысытып қоя беріңіздер. Противенді осылай майладым. Менде пергамент таусылып қалған екен. Және қолмен осылай дөңгелек етіп, пиццаның формасын жасап шықтым. Соустан үстіне құйып, 5 минутқа духовкаға салып алдым. Одан соң екінші пиццаны да противенді майлап, үстіне қамырын осылай дөңгелетіп, пиццаның формасында жасап алып, соусты үстіне салып, вилкамен тесіп шықтым. Және 250 градуста 5 минутқа пісіріп аламыз. Одан соң дайын болған қамырдың үстіне біз сырды равномерно распределять етеміз. Оның үстіне колбасамызды салып, тағы да 3 минутқа духовкаға жібереміз. Осылайша біздің пиццамыз дайын болып шықты. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, оңай және тез дайындалады. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.